Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет творожный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бізге керек сары май, жұмыртқа, қант, ұн және қамыр қопсытқыш. Ұнды және қамыр қопсытқышты араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды салып, қолымызбен еземіз, крошка тәріздес қыламыз. Бөлек ыдыста қант пен жұмыртқаны араластырамыз. Крошкамызға қант пен жұмыртқаны салып, жақсылап тұрып араластырып, қамыр илейміз. Міне менде осындай жұмсақ, біркелкі қамыр иленді. Пищевой пленкаға орап, 20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Салмасына творог, қаймақ, жұмыртқа, қант және крахмал керек. Творогымызға жұмыртқа, қант, қаймақ, крахмалды салып, блендермен араластырамыз. Міне бізде осындай біркелкі қою қаймақ тәріздес масса шығады. Холодильниктен тестамызды аламыз, пергамент қағазына кішкене ұн себеміз, тестамызды жаямыз. Міне қамырымызды жайып алдық. 24 см формамызды астына қоямыз. Шеттеріне ешқандай май жағып керек емес. Қалған тестамыздан бортикті шығарамыз. Қамырымызға салмамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің творожный пирогымыз дайын болды. Өте нәзік, дәмі енді керемет. Менде бортиктары кішкене күйіңкіреп кетті, өйткені мен жоғарғы жағын тестасын кішкене жұқа қылып жібердім. Бірақ сіздер ондай қателікті қайталамас үшін кішкене қалыңдау қылсаңыздар тестаңызды, онда күйіңкіремей әдемі болып шығады. Осы пирогты қонақтарыңызға ұсынсаңыздар барлығының көңілінен шығады деген ойдамын, өйткені дәмі енді керемет, дәмді чизкейкке де ұқсайды. Менің ең сүйікті пирогтарымның бірі болып саналады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, лайк, подписки ұмытпаңыздар. Көп рахмет.